қан қысымыңыз, давлениеңіз 200-ге көтерілген кезде қандай күйде жүрдіңіз? Ой, жатқан жерімнен тұра алмай қалған күндерім де болған. Скорый шақырған кезімізде, неған кезде бас ауырады ма, көз көрмей қала ма, дем ала алмай қаласыз ба, не болады? Басым ауырады. Басым ауырып жатып қаламын. Қалай ауырады ол? Көтерме дейді ғой, басыңды жата бер дейді. Жай білдірмей ауырады да, және өзім жата қаламын. Ауырғанын білемін де, давлением көтерілген. Сол жатқан кезімде общем бір күндері тұрсам, басым бір жағы үйіп қалғанда, болмайды, осыны көтеруге шамам келмей қалып, скорый шақырды, соменен келіп, жаңа қан тамырға үйіп қалады екен ғой, бас ауырған кезде. Сол тамырда қоюланған деді, соны үйіп қалған деп укол салып, содан сұйылтып, скорыйлар көп жерден беріп сөйтіп кетті. Содан кейін кішкене осы саумалды алып ішіп, осыдан Құдайға шүкір рахмет. Ойлап тапқан адамға да рахмет, сіздерге де рахмет. Өстіп ойлап тауып, өстіп жағдайымызды қариялар өмір сүрсін деп, өмір сыйлап жатқандарыңызға мың марта рахмет айтамын. Қарды бар үйдің қазынасы бар дейді. Иә, осы қариялар. Бір үйде емес, жалпы қазақ халқында, елімізде, әлемде қарияларымыз бола берсін, жасай берсін. Айтқандарыңыз келсін.